Тарихтағы ең зұлым абьюзер еркек кім екенін білесіз бе? Сатып пайда тап, сата алмасаң ақшаңды қайтарамыз. В общем, никак минусқа кетпейтін вариант болып тұр ғой. Билав Қазақстандағы жалғыз КМДБ халал сертификаты бар тіс пастасы. Бізден бір қорап тіс пастасын аласың, сатқан пайдаң өзіңдікі, саталмаған тауарларының ақшасын төлеп өзімізге қайтарып аламыз. Артықшылықтары 100% халал, зиянды қоспасыз, өте тиімді баға. Заводтан тікелей келген бағамен аласыз. Қысқасы, бұл нұсқаға ешқандай отмазка айта алмайын деп тұрсың ғой. Сондықтан төмендегі нөмірге хабарласып, толық ақпарат алып, бізбен серіктес бол. Мұса алейхиссалам бір дұғамен үйленіп, жұмыс тауып, баспаналы болды деп алдыңғы шағылымда айтқанбыз. Бүгін сол оқиғаны жалғастырамыз. Мұса пайғамбар үйленіп, қалың мал ретінде 8 жыл немесе 10 жыл малын бағып берсең болады деп қайнатасы рұқсат береді. Сөйтіп Мұса алейхиссалам сөзінде тұрып, қалың мал ретінде 10 жыл мал бағып береді. Негізі үйленуге ақша жоқ, қалың малға не берем деген сияқты айтып жатады ғой. Бұл оқиғадан білетініміз, Мұса пайғамбар қалың малға не берем деп көп ойланбағанда, қалың малды ақша күйінде немесе бір мал дүние ретінде ғана емес, қызмет ретінде де өтеуге болады. Сөйтіп Мұса алейхиссалам 10 жыл мал бағады. Тек Мұса пайғамбар емес, бүкіл пайғамбарлар мал баққан деген ақпарат бар. Неге екенін болжап, пікір жолына жаза кетіңіздер, бірге талдап көрейік. Сөйтіп Мұса пайғамбар 10 жыл ішінде ата-анасын, бауырларын, өзінің туған жерін, елді мекенін сағынады ғой. Бұл уақыттың ішінде Мұса алейхиссалам балалар туылған, өсіп өніп, балалы шағалы болып қалған. Сөйтіп Мысырға қайтамыз деген шешім қабылдайды. Қасына әйел бала шағасын ертіп жолға шығады. Енді қазіргідей бір трассаға түсіп ап бара салатын жер емес қой. Ол кезде айдалада жолды өзің тауып баруың керек. Оңай емес. Мұса алейхиссалам жарты жолда адасып кетіп жол таппай қалады. Күн батып, қараңғы түсіп кетеді. Сөйтіп қасындағы әйел бала шағасы бар. Не істерін білмей жан-жаққа қараса, ар жақтан бір оттың жалыны, яғни бір свет көрінеді. Сөйтіп әйел бала шағасына, сендер осы жақта тұрыңдар, мен барып көріп келейін. Біреу болса көмек сұрайын, жол сұрайын, болмай жатса, отын алып, хотя бы жылынайық дейді ғой енді. Бала шағасын сол жерде тастап, өзі таудың арасына барады. Барса ешкім жоқ екен, ол жақтағы жарық Мұса алейхиссаламды отбасынан ажыратып жеке алып шығу үшін ғана жағылған екен ғой. Сөйтіп Мұса пайғамбар отқа жақындайды, жан-жағына қараса ешкім жоқ. Сол кезде Алла тағала Мұсаға сөйлей бастайды. Бұл Мұса алейхиссалам мен Алланың алғашқы диалогы. Алла тағала Мұса пайғамбарға мен әлемдердің Раббысы, сенің де Раббың Алламын деп өзін таныстырады. Сен пайғамбар болайын деп жатсың деп Мұса алейхиссаламға түсінікті түрде, түсінікті тілмен пайғамбарлығы туралы айтады. Енді Мұса алейхиссалам шоке, не болып жатқанын түсінбейді. Сөйтіп Алла тағала Мұса алейхиссаламға пайғамбарлық миссиясын түсіндіреді. Оның 2 миссиясы болады. Біріншісі, перғауынға Құдай емес екенін түсіндіру, Құдайды таныстыру, тура жолға сілтеу. Екіншісі, езгіде жатқан Исраил қауымын алып шығып, өздерінің отанына апару. То есть перғауынның езгісінен алып шығуға. Бұны естіген Мұса алейхиссалам, Раббым, менің тілім күрмеулі ғой, менің тілімнің кемістігі бар, маған қарағанда пайғамбарлыққа ағам Харун лайықтырақ қой дейді. Алла тағала Мұсаға, мен сенің тіліңнің кірмеуін шешемін, Харунды көмекші қылып берем дейді. Қараңыз, бұл жерден түсінетіміз, Мұса алейхиссалам уағызды айтуға, тура жолға шақыруға ең лайықты адам, тілі дұрыс, түсінікті, көркем түрде жеткізе алатын адам екенін түсініп тұр ғой. Енді бұрын қазақта солай жасайтын болған ғой, бір қайғылы хабар жеткізетін болса да, қуанышты хабар айтатын болса да, сөзге шешен бір ең лайықты адам тағайындап, соны жіберетін болған. Бұл ситуацияда да Мұса алейхиссалам соны айтып тұрғанын байқаймыз. Сөйтіп Мұса пайғамбар өзінің пайғамбар болып жатқанын, оған үлкен миссия жүктеліп жатқанын түсіне бастайды. Сөйтіп Алла тағала Мұсадан қолыңдағы не деп сұрайды. Мұса алейхиссалам, бұл менің таяғым деп жауап береді. Алла, онымен не істейсің дегенде Мұса алейхиссалам, бұны мен мал бағамын, ағаштың жапырағын малдарға жинап беремін, сондай қызмет атқарады дейді. Алла тағала қолыңдағы таяқты жерге лақтыр дейді. Мұса алейхиссалам жерге лақтырып қалса, таяқ жыланға айналып кетеді. Мұса пайғамбар шошып кетеді. Қорықпа,
жыланды қолыңа ал дейді. Мұса жыланды қолына алады, алып қалғанда жылан қайта таяққа айналып кетеді. Сөйтіп, қолыңды қалтаңа салып, қайта алып шық дейді. Мұса алейхиссалам қолын қалтасына салып алып шықса, қолынан нұр шашырап, жап-жарық болып кетеді ғой. Мұса алейхиссалам бұндайды бұрын соңды көрмеген, қорқып, бұл не дейді? Сол кезде Алла тағала, сен пайғамбарлық миссиямен бара жатсың. Пайғамбар екенін дәлелдеші дегенде, осы мұғжизаларды көрсетесің дейді. Сөйтіп Мұса алейхиссаламға пайғамбарлық міндет жүктеледі, жол сілтенеді. Сөйтіп отбасына қайтып барып, Мысырға жол жүреді, біраз уақыттан кейін Мысырға жетеді. Отбасымен қауышады. Енді 10 жыл бұрын біреу болып кеткен, бірнешеу болып оралып тұр ғой. Бала шағасын таныстырады, сағынышын басады. Сосын Харунға ситуацияны түсіндіруге барады. Сөйтсе Мұса алейхиссалам келгенше Харунға да пайғамбарлық миссиясы түсіндіріліп, не істейтінін бәрін Алла айтып қойған екен. Сөйтіп екеуі бір-бірімен түсінісіп, Перғауынға уағыз айтуға барады ғой. Енді Перғауынға уағыз айту да оңай емес қой. Оған не то что уағыз айту, кіру де оңай емес. Бұған дейінгі серік қосу ситуацияларын білеміз ғой, Нұх пайғамбардың замандағы, басқа замандарда болса да. Ол кездерде Аллаға емес, басқа бір нәрсеге құлшылық етіп, оны Құдай деп жүргенін көрген болатынбыз. Ал бұл ситуацияда Перғауын біреуде емес, бір басқа біреуге құлшылық қылып жүрген жоқ. Мен Құдаймын деп жүр. Аллаға басқа нәрседен емес, өзін серік қосып жүр. Мұса алейхиссалам мен Харунның ситуациясы өте ауыр болып тұр. Енді Перғауын өте тәкаппар адам ғой. Мұса мен Харун енді оған барып просто кіріп шығу емес, еще уағыз айту керек. Сен Құдай емессің, сен вообще Перғауын неправсың дегенде енді по факту айту керек болып тұр ғой. Сөйтіп кіретін кезде Мұса пайғамбар дұға етеді. Я Раббым, тілімнің күрмеуін шешші деп. Жаңа айттық қой, тілінің кірмеуі бар, тілінің кемістігі бар деп. Ол неден болған? Кішкентай кезде Мұса алейхиссалам енді Перғауынның үйінде өседі ғой. Сол кезде Перғауын оны жақтырмайтын. Сөйтіп Перғауын күндердің бір күні Мұсаны қолына алып жоғары көтереді ғой. Сол кезде бала Мұса Перғауынның бетіне кіші дәрет сындырып жібереді. Кішкентай бала ғой енді. Перғауын, мына бала емес бәле, осыдан бәле келеді деп ашуланады. Қатты ашу ұшқан кезде Перғауын шыдамай, болды, мына баланы қазір тексереміз дейді. Мұса енді еңбектеп жүрген кішкентай бөпе ғой. Оны бір жаққа қояды да, Мұсаның алдына 2 ыдыс қояды. Біреуіне шоқ салынған, екіншісіне құрма салынған. Перғауын бұл келіп қазір құрманы жейтін болса, бұны өлтіремін. Себебі бұл кішкентай кезінен 2 таңдаудың арасынан өзіне не жақсы екенін біліп тұр. Ал егер шоқты алатын болса, онда мен оған тиіспеймін дейді. Сөйтіп Мұса алейхиссалам еңбектеп кеп, ана шоқты алып аузына сап жібереді. Сол кезде ауыз қуысы күйіп қалады. Содан бері тілінің кемістігі бар. Енді тілдің кемістігі болғанда біреуге бір жеткізгісі келетін нәрсені бір айтқаннан жеткізе алмайды да. Сөйтіп Аллаға я Раббым, тілімнің кірмеуін шеш деп дұға етеді. Дұғаны экранға шығарып қойын, жаттап алсаңыздар болады. Жалпы кез келген іске кірісетін кезде, бір имтиханға кіретін кезде осы дұғаны тілесеңіздер, Алла тағала сіздерге міндетті түрде жәрдем береді. Бұл ситуацияны Мұса алейхиссалам мен Харунға қалай жәрдем берді? Мен сендермен біргемін, мен көріп тұрмын және естіп тұрмын дейді. Ойлаңызшы, Алла тағала сізге мен сенімен біргемін, мен естіп тұрмын және көріп тұрмын десе, кім сізге тосқауыл болады? Болды ғой, өзіңізге 100% сенімді болып, самооценка ұрып тұр, Аллаға сеніп алғансыз, кез келген қамалды сындырасыз ғой. Мұса алейхиссалам мен Харунға осылай тікелей айтады. Ал біз осы дұғаны тілейтін болсақ, тура жолда болатын болсақ, Алла тағаланың тікелей ондай сөздерін ести алмаймыз, бірақ Алла бізбен бірге болады. Сосын Алла тағала сөзін жалғастырып, Перғауынға кіріп уағыз айтыңдар және жылы сөйлеңдер. Мүмкін ол ғибрат алар, кінәсін түсінер дейді. Қараңызшы, әлемдегі ең жаман, жаңадан туылған кішкентай ұл сәбилердің бәрін қырған ең абьюзер, ең тәкаппар адам Перғауынның өзіне Алла тағала жылы сөйлеңдер деп тұрды. Яғни Перғауынның өзіне солай сөйлеу керек болып тұрса, жалпы біз өмірде кез келген адамға жылы сөйлеуіміз керек екен ғой. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын, хадисі бар ғой. Кез келген іске жұмсақтық араласса, ол іс көркем болады. Ал егер бір іске қаттылық араласса,
ол істі жойып тынады дейді. Осы оқиғаны тарихтағы мына бір оқиғамен қорытындылауға болады. Кезінде аббасидтер болды ғой. Соң патшасы Харун Рашидке бір бәдәуи келеді. Патша ғой енді Харун Рашид. Оған кеп, ей Харун, менің саған наразылығым бар, қазір мен сені сынаймын, дайын бол, деп қатты ашуланып келеді. Сол кезде Харун, тұра тұрыңыз. Сізден де жақсы адам, менен де жаман адамға уағыз айтуға барған кезде Алла тағала жылы сөйле деген жоқ па дейді. Ақсақал, сен кімді айтып тұрсың дейді. Харун Рашид. Мұса мен Харун Перғауынға барғанда Алла тағала жылы сөйлеңдер деді ғой. Сіз Мұса мен Харуннан жақсы адам емессіз, мен Перғауыннан жаман адам емеспін ғой. Нормально сөйлесейік та дейді ғой енді былайша айтқанда. Сөйтіп ақсақал бірден ашуын басып, сабырға кеп, көркем түрде Харун Рашидпен сөйлеседі екен. Жалпы пайғамбарымыз айтқандай, сөзде сиқыр бар ғой. Бір сөзбен адамды инфаркт қылуға болады. Давлениясын көтеріп жіберуге болады. Адамды суицид жасауға итермелеуге болады. Немесе керісінше адамды бақытты қылып жіберуге болады. Адамның қуанышын шегіне дейін жеткізуге болады. Сондықтан әр сөзімізге абай болып, әр қашанда көркем мінезді болып, жаман адам болса да, жақсы болса да, жылы сөйлеуге тырысайық. Осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Бұл видеоны ашуланшақ, ауыр сөйлейтін адамдарға енді тіке жібермей қойыңыздар. Тағы ашуланып ауыздарына келгенін айтып жүр. Жай сториске репост жасап қойсаңыздар, өздері көріп алар. Бірақ енді духовист болсаңыздар, жібере беріңіздер. Көрейік кімнің кім екенін депші. Рахмет.